وإذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر في رمضان أمسك بقية يومهما وصام ما بعده ولم يقضي ما مضى. Енді мынандай мәселе. Рамазанда ораза ұстап жатырмыз. Күндіз, уже ауызды бекітіп қойдық қой таң ата. Күндіз мешітімізге бір орыс кісі ма, бір бұрын христиан ба, басқа яһуди ма дінін ұстанған біреу келді да, буддист па біреу келді да, мен исламды қабылдаймын деп келді. Күндіз исламды қабылдады оразаның ішінде. Ол түске дейін тамақ ішіп жүрген адам исламға келді. Не істейді ол? Рамазан басталып кетті, яғни сол күндік ораза басталып кетті. Тамақ ішіп қойған ол кісі. Ол ораза ұстамайды ол күні. Яғни ораза ұстамайды дегенім, былайша айтқан кезінде аузын бекітеді. Рамазанның ішінде мұсылман адам ораза ұстамаса да, ораза болып есептелмесе де оныкі. Бірақ әмсәка бақияты яумихи дейді. Рамазанның құрметіне сол күні кешке дейін ешқандай еш нәрсе ішпей жүреді. Бірақ оныкі ол күндік ораза деп есептелмейді. Сосын қалған күндерде енді мұсылман болды, оразасын ұстайды ғой. Қалған күні оразасын ұстайды, оның алдында қаза болған күндерді өтемейді. Неге? Өйткені исламға ол жаңадан келіп тұр. Оған дейін оған иман парыз болып тұрған, намаз, ораза деген нәрсе парыз болмаған. Тек қана иман парыз болып тұрды оған. Құлшылық парыз болған жоқ. Сол секілді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оның тағы не қуаттайтын хадисі бар: "Ал-ислам тужлибу ма қаблаху" деген, яғни тажлибу ма қаблаху. Исламға дейінгі істердің барлығын өшіреді деген. Кәпір кезінде қанша адамды өлтірген, бұзақылық қылған, мұсылман болған болса бір кешірілмейтін ауыр күнәлар жасады делік, кейін исламға келуіменен оның барлығын Аллах Тағала кешіріп береді. Исламға дейінгі істелген тірліктердің барлығы кешіріледі, есептелмейді. Түсінікті? Намаз оқымады ма, ораза тұтпады ма, кәпір кезінде ол есепке жүрмейді, яғни қазасын өтемейді. Сол секілді Рамазанның күндізінде балиғатқа толған балада дәл солай дейді. Балиғатқа толмаған жас сәби бала Рамазанның күндізінде ең бірінші рет ихтилам болды. Ихтилам болуыменен ол балиғатқа толды. Сол сәттен бастап оған ораза ұстау парыз. Сол сәттен бастап оған намаз оқу парыз. Ол жақсы, ол кішкентайынан балиғатқа толмаса да ораза ұстап жүретін балалар бар ғой, балиғатқа жақындады-ау дегенде. Ол бала ораза ұстап жүрген жоқ. Ауыз ашық, тамақ ішіп жүрген бала күндіз, Рамазанның күндізінде ихтилам болып қалды, балиғатқа толды. Рамазан оразасы парыз болды оған. Ол жарты күн ішіп жеп қойған еді. Ол да дәл жаңағы исламға келген кәпір секілді балиғатқа толмай тұрғандағы нәрседен ол сұралмайды ғой. Сондықтан ол да қалған күнін, сол күні кешке дейін еш нәрсе ішіп жемейді, тоқтайды Рамазанның құрметіне. Бірақ ол күн ораза деп есептелмейді. Бірақ қалған күндерді не істейді? Толық ұстап кетеді, бұрынғы күндердің қазасында өтемейді.